Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен вупи-пай тортын дайындаймыз. Ең алдымен шоколад пен сары майды ертіп аламыз. Ерігеннен кейін суытып қоямыз. Енді 6 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жаңағы еріген шоколад пен сары майды құямыз және жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстіне какао саламыз және оның үстіне қобызытқышты саламыз. Барлығын електен өткізіп аласыз. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Енді формамызға сары майды жағып аламыз. Асты жабысып қалмас үшін. 3-4 қасық салып, жақсылап шетіне дейін жағып шығамыз. Енді духовкада 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Духовкадан пісіп шыққаннан кейін шетін барлығын осылай пышақпен етіп, сеткіға суытып қоямыз. Енді торттың кремін дайындаймыз. 33% кілегейге қант қосамыз, немесе қант ұнтағын қоссаңыз болады. Және оның үстіне сүзбелі ірімшікті қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қоюланып крем болғанша жақсылап араластырасыздар. Міне креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымыздың қамыры жұмсақ болу үшін үстіне жылы сумен қантты қосып, осылай жағып шығасыздар. Одан кейін үстіне кремімізді жағамыз. Шеттерін осындай формамен жағып шығасыздар.
Тортымызды жинап болдық. Енді бетіне шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін газға баяу отта шоколадты саламыз. Оның үстіне 4 ас қасық сүт құямыз және оның үстіне 1 ас қасық сары майды қосып жақсылап ерітеміз. Енді торттың бетіне құйып, жақсылап жағып шығамыз. Содан кейін дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне лупи-пай тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.